Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай өте дәмді, езілмейтін түшпәраның рецебімен бөлісемін. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Ауызашарға өте керемет тағам. Маған лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз осындай салқын суымызға тұз және де жұмыртқамызды салып араластырамыз. Онан соң ұнымызға қосып, жақсылап қамырымызды илеп алатын боламыз. Шамамен 3-4 минут уақытта алуы мүмкін. Осылай қамырымызды табағымыздан алып, онан соң үстелдің үстінде жақсылап илеп алатын боламын. Маған осылай өте ыңғайлы. Мінекей қамырым дайын, оны демалу үшін 10 минутқа қойып қоямын. Сол аралықта начинкасын дайындаймыз, яғни салмасын дайындаймыз. Бұл жерде менде фарш және де жуаны ұсақтап, төрт-бұрышты етіп турайтын боламыз. Бір орташа көлемдегі жуанның, яғни жартысын пайдалансаңыздар жарайды. Қалған жартысын қазір сорпаға қосатын боламыз. Жуамызды осылай фарштың үстіне салып, оның үстінен тұзымызды және де дәміне қарай қара бұрышымызды салатын боламыз. Оларды жақсылап араластырамыз. Онан соң осылай сорпасына, яғни біз жуаны ұсақтап тураймыз. Жаңа көрсетілген жуанның жартысы және де бір дана картошка қосамыз. Енді қамырымызды алып жайып қоямыз. Мінекей менде толықтай иіні қанып, күшті болып демалып тұрған қамыр. Яғни осылай енді оны оқтауымызбен жайып аламыз. Арасына ұн себіп тұрамыз. Қатты көп ұнды салудың қажеті жоқ. Осылай жайып шықсаңыздар болады. Енді осы қамырымыз дайын болған кезде осылай кесіп алатын боламыз. Осылай 3 саусақты қойып, осы көлемде кесіп алатын боламын. Осылай көз мөлшерінде жасап жатырмын. Болмаса сіздерде тағы да 3 саусағыңызды қойып, осылай көлемде өлшеп істесеңіздер болады. Барлығын осылай жайып кесіп алатын боламын. Мінекей, енді салмасын салып шығамын барлығына. Барлығына салдым. Енді түшпәрамызды осылай түйіп шығамыз. Видеода көрсетілгендей етіп, өте оңай түйіп шықсаңыздар болады. Мінекей, мен бұл процесті жылдамдатқан кездегі видео. Осылай жасап алсаңыздар болады. Мінекей, түшпәраларым дайын. Толықтай енді мен дәл қазір салмайтындықтан осылай дайындап қоямын. Енді сорпасын дайындаймыз. Бұл жерде кішкене ғана сұйық май қостым. Шамамен 2-3 ас қасық. Онан соң жуаны және де картошканы тұзды салып араластырып, кішкене қуырып аламыз. Оның үстінен осындай томат пастасын саламыз. Бұл жерде менде домашний, яғни қолдан жасалынған. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша магазиндікінде пайдалансаңыздар болады. Оны кішкене қуырып аламыз. Жуамыз жұмсаруы қажет. Онан соң осылай суымызды құятын боламыз. Мен шамамен бұл жерде 3 литр су құйдым осы тамаққа.
Мінекей, енді барлығын қайнап тұрған кезде салып алдым. Пельмендеріміз дайын, көтеріліп пісіп жатыр. Енді өз қалауларыңыз бойынша аскөк, әртүрлі зелендерді салсаңыздар болады. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Маратова Индира. Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай ауызашарға өте дәмді әрі оңай штрудель тамағын дайындаған болатынмын. Видеоны толықтай қарап, маған лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен осылай етімізді орташа көлемде, видеода көрсетілгендей етіп турап алатын боламыз. Менде сиыр еті, өз қалауыңыз бойынша басқа да ет түрлерін пайдалансаңыздар болады. Онан соң көкөністерді дайындаймыз. Бұл жерде бір дана сәбіз, картошка және жуа, сарымсақтарды пайдаланатын боламын. Ең алдымен сәбізді осылай орташа көлемде турап алатын боламыз. Онан соң осы жуамызды жартылай сақиналап, жіңішке етіп турап шығамыз. Сарымсағымызды да орташа көлемде, яғни бір сарымсақты 4 бөлікке бөлген болатынмын. Енді ыдысымызға 4-5 ас қасық көлеміндегі сұйық майды құямыз. Онан соң үстінен осылай етімізді салатын боламыз. Қуырып аламыз оны және де сарымсақпен жуамызды саламыз. Орташа отта жақсылап қуырып алатын боламыз. Осы жуамыз жұмсарып, өзіндік сөлі бөлініп бастауы қажет. Мінекей, менде қуырылып жатыр. Жуам кішкене болсын езілген, яғни жұмсарған. Онан соң үстінен қатырылған тәтті бұрышты және де сәбізімізді, жазда жабылған осындай томат, приправа бар болса, соларды да қоссаңыздар болады. Енді оттың астын бәсеңдетіп бұқтыратын боламыз. Енді қамырын дайындаймыз. Бұл жерде менде ұн, жұмыртқа, су және де тұз салатын боламын. Жақсылап тұзбен суды, жұмыртқаны жақсылап араластырамыз. Онан соң қамырымызды елейміз. Орташа қаттылықтағы қамырымыз дайын болуы қажет. Шамамен 4-5 минут елесеңіздер дайын болып қалады. Мінекей, мен бастапқы уақытта табақты араластырдым. Онан соң үстелде жақсылап қамырымды елеп алатын боламын. Мінекей, қамырым дайын. Енді оны демалу үшін 10 минутқа салфанға салып қоятын боламыз. Енді осы тамағымызды, бұқтырылған тамағымызды қараймыз. Яғни бұл жерде сәбізіміз кішкене жұмсаруы қажет. Оны да көреміз қасығымызбен. Онан соң үстінен суымызды құямыз. Су бетін толықтай басып тұруы қажет, етіміз пісуі үшін. Онан соң тұзымызды салатын боламыз. Дәміне қарай осылай салсаңыздар болады. Енді оларды 1 сағат бойы пісіреміз. Енді салмасын дайындаймыз. Бұл жерде менде асқабақ, тұз және де қара бұрышты салып, жақсылап араластыратын боламын. 2 түрлі салманы пайдаланамын. Бұл жерде бұл асқабақтық, екіншісі осындай аскөкті қосып дайындайтын боламын. Бұл да өте дәмді болып шығады. Аскөкті жақсылап ұсақтап турап аламын. Онан соң сарымсақты да ұсақтап тураймыз. Және де оларды осы сұйық майымыздың үстінен салатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Қамырым мінекей 2 бөлікке бөлдім. Бірінші бөлігі осылай өте күшті болып, жұмыс жасауға ыңғайлы болып тұр. Кішкене ұнымызды себіп, жайып бастаймыз. Мінекей, осында видеода көрсетілгендей жұқалап жайылуларыңыз қажет. Онан соң үстінен кішкене сұйық майды себеміз және де осы асқабақты массамызды салып, жақсылап жайып шығатын боламыз. Барлық бөлігіне жеткізіп, жайып шықсаңыздар болады. Мінекей, мен енді оларды орап шығатын боламын.
өз қалауыңыз бойынша басқа да көкөністерді қолдануыңызға болады. Бұл жерде сәбізді қолдансаңыз болады. Мен осылай асқабақпен өте дәмді болып шығады. Осылай да жасап көріңіздер. Оларды жақсылап орап шығамыз. Онан соң мантаварканы, яғни осылай сұйық-маймен майлап аламыз да барлық бөлігін. Онан соң осы қамырымызды салатын боламыз. Бірінші салмасы осындай, енді екінші салмасы, менде қамырымды тағы да екіншісін жайып алдым. Онан соң осы сұйық май, аскөк және де сарымсақ қосылған салмамды жақсылап осының бетіне жағып шығатын боламын. Барлық бөлігіне жеткізіп, бірдей етіп жағып шығыңыздар. Оларды да жақсылап орап шығатын боламыз. Осы салмасы өте дәмді болып шығады. Енді аскөкті ұнататын, сарымсақты ұнататын кісілерге өте дәмді ұнайды деген ойдамын. Барлығын осылай орап шығатын боламыз. Бұны да тағы мантаваркамызды майлап, осылай салатын боламыз қамырымызды. Шамамен бұны 25-30 минутта қайнатып пісіріп алатын боламыз. Енді сол аралықта картошкамызды да саламыз. Бұл жерде менде еті пісіп тұр толықтай. Сондықтан картошкаларды орташа көлемде пісіріп алатын боламыз. Картошкамызды саламыз мінекей. Жақсылап араластырып жібереміз. Осы кезеңде дәмін көріңіздер. Тұзы аз болса, көп болса, сол моменттерді байқап қараңыздар. Мінекей, енді менде 25 минуттан соң осылай қамырымыз дайын, яғни пісіп тұр. Бұл жерде аскөкті начинка. Оларды жақсылап кесіп шығатын боламыз. Орташа көлемде, яғни 2 см деңгейінде деп айтайын. Осылай жақсылап кесіп шығамыз. Екіншісі мінекей асқабақты начинка. Бұл да өте дәмді болып шығады. Дастарханымызға, осылай ыдысымызға салып шығатын боламыз. Ортасынан осы тамағымызды, яғни салатын боламыз. Өте тойымды, әрі дәмді тамақ болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Кішкене болсын ерекшелендіріп, өте дәмді етіп жасауға тырысыңыздар. Ас болсын, сіздермен бірге болған Марат và Индира. Мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәлем достар, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін өте дәмді сірнет тамағын дайындаймыз. Бұл жерде ешқандай сұйық май қосылмайды. Ет толықтай өз сөлінде пісетін болады. Сондықтан жасап көріңіздер. Бізге қажеттісі қойдың құйрық майы және де сиыр еті. Қалауыңыз бойынша қой етін пайдалансаңыздар болады. Және де көкөністерден сәбіз, жуа, осындай картошка қажет болады. Және де осылай картошкаларымызды орташа көлемде турап алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп турап шығыңыздар. Онан соң сәбізімізді де турап шығамыз. Жуамызды осылай жартылай сақиналап, жұқалап турап аламыз. Қабатымызды осылай орташа көлемде тураймыз. Онда бір-бірлеп бөлек дана болып тұрғаны жақсы, қазір бетін жабуға қажет болады. Онан соң өз қалауыңыз бойынша осындай тәтті бұрышты қоссаңыздар болады. Менде қатырылған тәтті бұрыш. Енді құрғақ ыдысымызға, осылай қазанымызға қойып, қойдың құйрық майын бір етіп жағып шығатын боламыз, жайып шығамыз. Онан соң үстіне осылай етімізді саламыз. Жуамызды барынша езіп, өзіндік сөлі бөлінетіндей етіп салатын боламыз. Және де үстіне тәтті бұрышты саламын. Осы жерде тұз бен бұрышты мен бірден араластырамын. Бірден осы көлемде араластырып, жартысын ғана осылай саламын. Онан соң жартысын қазір алып қоямыз да, көкөністерден кейін салатын боламыз. Енді мінекей сәбізімізді салып шықтық. Онан соң үстіне картошкамызды да салып
шығамыз. Бұл тамақтың өте оңай жері, осылай барлығын саласыз да 2 сағатқа боқтырасыз, болды. Тамақ өзімен өзі дайын болады. Мінекей, енді тағы да тұз бұрышымызды себеміз арасына. Онан соң капустамызды жайып шығатын боламыз. Бетін толықтай жабып тұрғаны жақсы. Капустада бір өте күшті дәм береді осы тамаққа. Енді капустаны ұнатпайтын адамның өзі осылай өте қатты ұнатып кететін болады. Дәмі керемет болып шығады. Мінекей, енді жабып болдым. Енді қақпағын жабып 2 сағатқа осылай отқа қоятын боламыз. Кіші көлемде. Мінекей, менде 2 сағат өтті. Тамағым өте дәмді болып бұқтырылып тұр. Енді қыздар, дәмі деген, иісі деген өте күшті. Енді осы тамағымызға салатты да дайындаймыз. Мен свежий салат дайындадым. Бұл жерде қызанақ, салатный лист және де огурцеларды тураған болатынмын. Осылай қиярымызды турап аламыз видеодағыдай етіп. Онан соң қызанағымызды да орташа көлемде турап алатын боламыз. Салатымызды саламыз, барлық ингредиенттерді. Онан соң мен үстінен 1 шай қасық лимон суын және де тұз салған болатынмын. Осылай өте дәмді болып салатымызды да дайындадық. Енді тамағымызды түсіре береміз. Бастапқы бөлігінде осындай капусталарын салыңыздар. Онан соң үстіне картошка. Осылай слой етіп түсіре береміз. Неге өзінің толықтай сөлі, ешқандай су қосылған жоқ, сұйық май қосылмайды. Өте дәмді болып пісіп шығады. Өзіндік сөлінен. Мінекей, енді етті де турап кесіп жатқанымды көрсетейін, қыздар. Етім толықтай пісті. Ауызда еріп тұр ғой. Тамағымыз дайын, ұсына берсек болады. Ас болсын, менің каналыма тіркеліп, маған лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Маратова Индира. Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай өте дәмді, сырты қытырлап тұратын чебурекидің рецептімен бөлісетін боламын. Сондықтан видеоны толықтай қарап, маған лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз начинкасын дайындаймыз. Яғни бұл жерде мен картошканы пайдаланамын. Оны жуып, тазалап, осылай орташа көлемде турап, ыдысымызға салып пісіретін боламыз. Осылай картошкаларымызды кесіп, үстінен суын құйып, қайнатып, пісіріп аламыз. Енді сол аралықта қамырын дайындаймыз. Бұл жерде ыстық су, ұн, сұйық май, тұз және қант қажет болады. Грамдары описание бөлімінде жазылған. Өте маңыздысы осындай ыстық су болуы қажет. Сол кезде қытырлап тұратын қамыр шығатын болады. Ыстық судың үстіне тұз, қант, сұйық майымызды құямыз және оларды жақсылап араластырамыз. Онан соң үстінен електен өткізілген ұнымызды қосатын боламыз. Осылай мен секілді етіп қасықпен жақсылап қамырыңызды илеп араластырып алыңыздар. Онан соң осылай қолымызбен қамырымызды илейтін боламыз. Және де осылай басы бірігіп бастаған кезде мен үстелдің үстінде жақсылап біріктіріп қамырымды илеп алатын боламын. Осылай мыжғылап отырып, жақсылап иін қандырып қамырымызды илейміз. Мінекей, қамырымды илеп болдым. Енді оны демалуы үшін осылай салафанға салып 5-10 минутқа қоя тұрамын. Сол аралықта осы начинкамызға жуамызды да турап аламыз. Яғни ұсақтап, төрт бұрышты етіп турап алсаңыздар болады.
оны осылай ыдысымызда қуырып алатын боламыз. Яғни сковородкаға 2-3 ас қасық көлеміндегі сұйық майды құямыз және де жуамызды салып қызартып қуырып аламыз. Осы демалған қамырымызды аламыз және де оны бірдей етіп 2 бөлікке бөлеміз. Оларды жақсылап қайырып, осындай қамырымызды дайындап аламыз. 2 зуалы болуы қажет. Енді оны тағы да 5 минутқа қоямыз. Енді картошкамыз толықтай пісті, оны осылай ыдысымызға саламыз. Оның үстінен тұзымызды саламыз және де өз қалауыңыз бойынша қара бұрыш салсаңыз болады. Және де осы қуырылған жуамызды салатын боламыз. Осы заттарымыздың барлығын жақсылап есіп алатын боламыз. Мен де осылай пюре есетінмен есіп алатын боламын. Біркелкі масса болғанша жақсылап есеміз. Енді қамырымызды дайындаймыз. Осылай бір бөлігін алып, жақсылап бастапқы уақытта ұнды саламыз. Жақсылап қамырымызды жұқалап жайып алатын боламыз. Мінеке жайып болдым. Оларды бірдей етіп, осындай кішкене көлемдегі дөңгелектермен кесіп алатын боламын. Бұл шай кесенің көлеміндегі дөңгелек форма. Осылай барлығын әдемілеп кесіп алатын боламыз. Өз қалауларыңыз бойынша 4 бұрышты етіп те жасауларыңызға болады. Маған осылай ұнайды, барлығын дөңгелектеп жасап алатын боламын. Онан соң осы салмамызды да салып шығамыз. Жарты бөлігіне салсаңыздар жарайды. Қатты көп болса да ол кейін жыртылып кетуі мүмкін. Сондықтан осы видеода көрсетілгендей етіп салып шықсаңыздар болады. Барлығын салып болған соң осылай түйіп шығамыз видеода көрсетілгендей етіп. Және де түйіп болған соң жан-жағына осылай шанышқымен әдемілеп ою салсаңыздар болады, менікі секілді етіп. Онан соң мен сарайда осылай қуырып аламын. Сұйық майымызды қыздырып қойып, осы чебурекиларымызды салып, әдемілеп пісіріп алатын боламыз. Менде бұл жерде жаздық кухня. Қатты мән бермеңіздер артқы фонға. Осылай әдемілеп барынша қызартып, күшті қылып қуыртып аламыз. Оттың асты орташа болып тұруы қажет. Мінекей, енді мен оларды осылай ыдысымда дайындап қойдым. Яғни қағаз сүлгіні қойып, майын сырғыту мақсатында осылай пісіріп алатын боламыз барлығын. Тағы да көрсетейін процесті жақындатып. Әдемі болып қызарып шығып жатыр. Оларды сүзіп, осылай әдемілеп пісіріп аламыз. Мінекей толықтай чебуреки дайын, сырттары қытырлақ болып толықтай пісіп шықты. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін қойып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Маратова Индира. Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай өте дәмді еттің өзінің сөлінде осындай қордақты дайындайтын боламыз. Еті жұмсақ болып піседі. Сондықтан видеоны толықтай қарап, маған лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болатын Индира. Ең алдымен бізге қажетті заттар, яғни осы қордақты пісірер кезінде еті де өте маңызды. Сондықтан барынша қара етті пайдалануға тырысыңыздар. Осындай жұмсақ еттерді алып, оларды жақсылап турап шығатын боламын. Сақтап турап шығамыз. Видеода көрсетілгендей көлемде жасап шықсаңыздар болады. Мінекей барлық етімізді турап алдым.
Онан соң көкөністерді дайындаймыз. Яғни мен бұл жерде жуаны жақсылап ұсақтап, жұқалап турап алатын боламын. Қуырдаққа негізі осы жуанның көп мөлшерде болғаны жақсы. Ол да бір өзіндік күшті дәм беретін болады. Онан соң осы ыдысымызды жақсылап қыздырып аламыз. Үстінен сұйық май құямыз. Сұйық май енді сіздің етіңіз қатты майлы болмаса, көбірек қосуыңызға болады. Ал егер майлы болатын болса, азырақ қоса беріңіздер. Мінекей, енді қызып тұрған майдың үстіне етімізді салып, жақсылап орташа отта қуыратын боламыз. Оттың асты орташа тұр. Осылай шамамен 2-3 минут қуырамын. Қуыру кезінде мен осылай крышкасын ашып, жақсылап араластырып тұратын боламын. Енді тағы да крышкасын жабып, енді толықтай астын өте бәсеңдетіп, яғни төмен қойып, осылай крышкасын жабып, бұқтыратын боламыз. Шамамен 15-20 минут арасында бұқтырып, яғни өзіндік сөлі бөлінуі қажет болады еттен. Байқап тұрғандарыңыздай, осындай сөлдің бәрі осы еттен түзілген болатын. Енді осы 15 минуттың ішінде араластырып тұратын боламыз. Әрбір 5 минут сайын араластырып тұрсаңыздар болады. Онан соң мінекей 15 минут уақыт өтті, сөлі бөлініп тұр, артық көпіршіктері кеткен. Енді осы кезеңде мен осы туралған жуамды салатын боламын. Болады да жақсылап осы сөлі бөлінетіндей етіп, нығыздап салсаңыздар болады. Тағы да үстіне осындай қызғыш түс беретін жаздың күні жабылған осындай приправа қосамын. Бұл өз қалауларыңыз. Томат пастасын қоссаңыздар да болады. Өте көп емес, енді аз мөлшерде қосыңыздар ол кезде. Және де татымына қарай тұз қосамын. Оларды жақсылап араластырамын және де бетін жабып, тағы да бұқтыруға қоятын боламын. Асты, яғни отымыздың асты өте жай көлемде тұру қажет. Осылай бұқтырып, шамамен 1 сағатқа қоятын боламыз. Мінекей бұқтырылып пісіп қалды уже етім деген. Өте күшті болып, өзіндік сөлі бөлініп тұр. Ешқандай мен бұл жерде су қоспадым. Енді осы қуырдағымызға картошкасын да дайындаймыз. Яғни жуып, тазалап болған соң картошкамызды ұсақтап, яғни осы видеода көрсетілгендей көлемде турап алсаңыздар болады. Енді осы ұсақтап туралған картошкаларымызды сковородкаға, яғни осы етіміздің үстіне салатын боламыз. Мен шамамен 6-7 дана картопты пайдаланған болатынмын. Олардың грамдарын описание бөлімінде жазып кететін боламын. Мінекей толықтай салдым. Тағы да енді кішкене ғана 1 кесе су қосамын үстіне. Картошкамыз толықтай пісуі үшін. Және де осылай тағы да араластырып, бетін жабып қайнатамыз. Яғни осылай орташадан сәл төмендеу оттың астында тұруы қажет болады. Мінекей толықтай картошкам пісті, тамағым дайын, пісіп тұр, дәмді болып шықты. Енді осылай вилкамен тығып та көрсетейін. Мінекей күшті болып пісіп тұр. Енді оны ысына берсек болады. Мінекей ыдысқа салған түрінде көрсетейін. Өте дәмді болып шықты, қыздар. Еті толықтай пісті. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Марат và Индира. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаның белгісін басып, мені қолдап кетіңіздер. Келесіде менің каналымда кездескенше сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай өте дәмді, көп уақытты алмайтын самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Дәмі деген керемет болып шығады. Сондықтан осы рецептпен жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге фарш қажет болады, жуа және де дайын самсаның қамыры.
Бұл жерде мен осылай жуамызды төрт бұрышты етіп жақсылап турап алатын боламын, ұсақтап. Турап болған соң осылай фаршымыздың үстіне салып, үстінен салатын боламыз. Онан соң тұзымызды саламыз. Дәміне қарай осылай жасасаңыздар болады. Және де қарабұрышты саламыз. Өз қалауларыңыз бойынша зира, тағы да басқа дәмдеушілерді салуларыңызға болады. Мен тек қана осылай жасайтын боламын. Менде бұл дайын қамыр, яғни магазиндікі. Бұны осылай бөліктерге бөлетін боламын. Кішкене ұнды себелеп отырып. Бұл жердегі әрбір тесто шамамен 25 грамм шамасында болады. Өлшеп жасасаңыздар, осылай ыңғайлы формаға келтіреміз де, әрі қарай қамырымызды жайып алатын боламыз, дөңгелектеп. Мен барлығын бірден осылай жайып шығамын. Шамамен 10-15 шақтысын жайып боламда, онан соң салмасын салып түйетін боламын. Кішкене ғана ұнды себелеп отырып, жайып алсаңыздар болады. Мінеке жайып болдым. Енді оның үстінен салмасын саламын. Яғни осылай салмасын салып шықсаңыздар болады. Осылай түйетін боламыз. Өте оңай, қарапайым, классикалық самса дейін. Осылай барлығын түйіп жасап шыққан болатынмын. Противенімізге осылай пергамент қағазын төсеп, 2 противен етіп жасап алдым. Оның үстінен жұмыртқамызды жағатын боламыз. Жақсылап араластырып жұмыртқамызды. Онан соң жағып шығатын боламыз. Мінеке жағып болдым. Онан соң үстіне өз қалауларыңыз бойынша кунжут салсаңыздар болады. Мен ақ кунжутты салдым. Өте әдемі болып тұратын болады піскен кезде де кунжутпен. Мінеке, енді оны духовкада 200 градуста 30-25 минут шамасында пісіріп аламыз. Күшті болып көтеріліп, пісіп шықты. Дәмді болып, осы рецептпен жасап көріңіздер. Маған лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.